Адамға өнер не үшін қажет? Өнер адамның рухани өмірінің ең жоғарғы көрінісі. Біздің әр қайсымыздың керемет суретші, жазушы, немесе композитор бола алмасымыз ақиқат. Алайда адамзаттың бізге қалдырған дүниелеріне қол жеткізуге мол мүмкіндігіміз бар. Адамның өз ісінен ләззат аларлықтай рухани халге көтерілуі ең ауыр жол. Тіршілік кешудің соқпағын емес, жүректің қалыбын табуға ұмтылу үлкен ілім. Осыны өзінен іздеген жандар оны өзгелерден де табуға, тұлғасын танып, бағалауы ләзім. Дүниеге қарыз болсақ, ертелі кеш өтелер, ал адамдыққа қарызымызды сезіне беруіміз қиын-ау. Абайдың адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың деуі тегін емес. Суретке құмарлығым негізі жас бала кезімнен басталған. Бауырларым да сурет салады. Негізі мен сияқты арғай дамытып, орын оқып, бұлай жолын қумаған көбісі. Ішінде өзім суретке осы құмартып, жалғастырып келе жатырмын. Негізі анам сурет салған екен бұрын айтып отыратын. Мектеп қабырғасынан бастап есімде қалды ғой, барлық суретке қызығушылығым. Мектепте барлық іс-шаралардың бәрінде ат салысып, сурет салып, өзі бір 2-3 бала сондай қыздар қосылып, редколлегия мүшесі болдық. Содан басталды ғой негізі. Оқымайтындарды кірпеге шығарамыз, сондай жақсы оқитындардың қатарында жүр деген сондай көп іс-шараларға қатысып, көрмелерге қатысты, ол жерде де болды, кішігірім қалалық, аудандық, солардың бәріне қатысып жүрдім. Мектептен басталды ғой негізі кішкентайымнан. Мектепке бармай жаттым, негізі сурет салғамда көбісі есімде қалмаған, бірақ енді есімде қалғандары үйге келген қонақтарды бәрінің суретін салып шығады екен да. Арасында бір есімде де бар, көршілеріміз келсе, соларды балдарымен ертіп келсе, барлығын суретін негізі теріс қаратып салып тастаймын да, бәрінің образын шығарамын да, суреттерін. Сосын бәрі көріп күліп жататын. Ренжігендер де болды, мен өстіп салып қойыпты деп. Шығармашыл тұлғалар кейде бір мақсатқа жетсе, екіншісінен ақсап, мұратын түрлі бағытқа жеткізу амалдарынан тауып, соның құрбанында болып жатады. Түркістанда бір кездері яссауи ілімі мен мәдениеті өркендеген киелі мекенде Мұрат Шаханбай атты бейнелі өнерінің шебері үлкен құндылықтар жасап жүрген біріміз білсек, біріміз бағаламаймыз-ау. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің түлегі. Жұрттың көбіне ақыл берілгенімен, жүрек бәріне бірдей, берілмейтіндей. Мұрат әр ісін жүрегінен өткізіп, жасайтын шығармашыл һәм нағыз азамат. Суретті бірінші өз заңдылықтар бар. Суретті бастамас бұрын, бұның оқуы бар өзінің. Енді тума таланттар бар, олар енді өзі бөлек, олар негізі оны оқыса, одан сайын ашылып, одан сайын еселене түседі білімдері. Бірінші негізі академиялық суреттен бастаймыз ғой, сурет салғанда. Оның ішінде бірінші компоновкасын аламыз, натюрморт бастасақ мысалға, 1-2-3 сағаттан қарапайым натюрморттан бастаймыз. Гипсті денелер бар, фигуралар бар, 4 бұрыш, шеңбер, 3 бұрыш деген сияқты призма, солардан бастаймыз, үйретеміз. Өзімізді сөйтіп бастап университет қабырғасында содан бастап үйрендік қой. Енді бұнда бірінші компоновканы жақсы түсіре білу керек, заттың формасына көңіл бөлу керек. Одан кейін сол натюрморт өзі 1 семестр, 2 семестр, 3 семестрге дейін оқытылады негізі. Сурет салу заңдылықтарын меңгергенше. Одан кейін перспективамыз бар. Ауа перспективасы, сызық перспективасы, солардың бәрін көрсетіп отырып, суретті ары қарай дамытып, композиция ұласады. Одан кейін өзі ойлап тауып бір картина шығаратындай уже қаншама зат қойылады алдымызға. Сол жерден құрастырып біз өзімізге композициялық бір шығарма жасаймыз натюрморттан.
Одан кейін пейзаж бар, жанрлар бар сурет өнерінде, бейнелеу өнерінде. Пейзаждарында көбінесе өзім жаңа жайлауларды жазған жақсы көремін. Біраз картиналарым да бар негізі. Портреттер салып отырамын арасында. Көбінесе ұлттық натюрморттар саламын. Тарихи жанрларда жұмыстарым бар біраз негізі. Тарихи жанрға өте жақынмын. Осы Түркістанның көркейіп жатқанын, бұрынғы кезеңдерінен бастап салынған картиналарым да бар. Дәл қазіргі облыс болғаннан кейін де жаңа туындылар шықты. Еңбегін пұлдап, өзгелердің көзіне түсіп, мансапқа масаттансам деген титтей бір рия жоқ азаматтың атқарған істері тасада қалып жатады. Оған қам жеп жүрген Мұратты көрген емеспіз. Жымиып қойып, астарлы әзілдерге шын көңілімен рахаттана күледі. Көп сөзге жоқ, ісін тындырғанша тапжылмайтын сабырлы қалпын ерекше айтқымыз келеді. Сурет салу негізі қиын емес. Өзің шабытың келіп тұрған кезде ойда тұрған туындыны ол ешқандай қиындық туғызбайды. Көңіл күйге байланысты. Енді қиындық туған картиналар ол былай мысалға бір сурет қалып кетеді. Піспей жатады. Бір жыл салмай кететін суреттеріміз болады. Оны айналып келіп басқа сурет болып кететіндер жағдайлар болады. Қиын деп жаңағыдай бір кез келген тақырып берілсе мысалға соны ізденеміз көп. Пісіреміз, жаңағыдай кітап ақтарамыз, интернеттен қараймыз, бір тақырып берілсе, сол бойынша композиция құрастырамыз. Күрделі туындылар шығып жатады, соған енді сәл уақытымыз кетіп жатады. Суретіміз сөйлеп тұрса, сол кезде біз көңіліміз толып, қараған кезде суретіміз өзі сөйлегендей болып, бір тарих оқиға бейнеленіп тұрады ол, сол кезде бір демалып қаласың кәдімгідей. Өнер адамдары негізі көбінесе сурет өнер болсын, басқа өнер болсын, сезімтал келеді. Негізі бір нәрсені көріп тұрсақ, соны тез біз неғып аламыз да өзімізге тартып, содан бір нәрсе шығарымыз келіп тұрады. Бір туынды жасағымыз келіп тұрады. Гүлді көрсек те, мысалға мен ол гүлді басқаша әсемдеп жіберіп көрсеткіміз келіп тұрады да. Шабыт енді көңіл күйге де байланысты бір жағынан. Көбінесе өзім музыка қойып отырып сурет салған жақсы көремін. Музыканың да өз түрлері бар ғой. Қазақи әндер тыңдап отырсам, мысалы, арнайлап та қойып қоямын, бір сондай бір жайлау салып отқан кезде соған еніп кетемін да. Термелер болса, мысалға, күйлер болса, соларға картина өздігінен соған бағытталып, шығып жатады. Бір картина, мысалға, бір күнде, бір сағатта бітетіндей картиналар болады. Көңіл күй деп жатсыз ғой, соған да байланысты болған жағдайда, мысалға бір қуанып келіп, бәрі дайын болып тұрып, бірден ойымызда жинақталып келіп, бастаған кезде, көңіл күймен шабыттанып отырып салған кезде, сол бір сағат, 2 сағатта салып тастайтын картиналар болады негізі. Бітпей жататын картиналарымыз бар. Қайтып айналып келіп, басқа сурет болып кетеді, мысалға. Айналып келіп, ол тағы да басқа нелерін іздеп жатамыз да, композицияларын сол кезде, ол бастаған суретіміз аяқ жағында басқа бір сурет болып кетуі мүмкін да. Ондай картиналарым бар, 1-2 картинам бар. Тұнық тұрған табиғатты сала бастағаннан кейін бұған неге қоспасқа, тіршілік қоспасқа деген сияқты жайлаудағы жылқыларды қосып, одан кейін тағы да детальдар қосып, ары қарай соны тағы да қосам деп қалып кеткен суреттер де бар. Аяқталмай тұрған картиналар бар, бір 5 жыл болған картиналар бар. Оның арасында шабыт келген кезде қаншама жұмыстар бітіп жатады. Оны айналып соққан кезде уже басқа сурет шығып кетуі де мүмкін да, тақырып шығып кетуі мүмкін. Қастеевтің картиналарының бәрі реалистік туындылар ғой, қарап тұрсаңыз, бәрі бір-бірінен өткен керемет. Ол акварельмен жазған жұмыстардың өзі кәдімгідей үлкен жұмыстары бар. Музейлерден көріп жатамыз. Үнемі несін көреміз ғой, техникасын көреміз. Майлы бояумен жазған жайлаулары көп, натюрморттары бар, ауыл көріністері бар. Ерболат Төлепбай бар. Қазақстанда енді шетелге танымал болып жүрген Ерболат Төлепбай ағамыз бар. Абстракциялық суреттер салады көбінесе. Сол кісінің жұмыстары өзіме ұнайды. Ұстаздар мектеп қабырғасында негізі өзім көршім болды. Нығмет Есіркепов Нығмет деген ағайымыз болды. Өзім көршім. Сол кісіден көп нәрсе үйрендім мектеп қабырғасында. Ол сызған бір сызықтары кәдімгідей екінші рет қайтып сызбайды. Түп-түзу бір сызық сызып, сол кезде таң қалатынбыз.
Енді университет қабырғасына келгенде өзіміздің профессор, доктор Қуандық Ералин ағайымыз бар. Ол кісіден енді оқыған лекциялары бар, қандай керемет. Байдәулетов Жантөре деген ағайымыз болды. Ол кісіден кескіндемен көп үйрендік, кескіндемен жұмыстарды. Бабажанов Омар ағай болды. Ол кісінің шеберханасына жатып жұмыс жасайтын болдық. Көрмелерге қатысатын болсақ, барып, соны 3-4 бала барып, группалас балдарымыз бар. Полный сол жерде барлығымыз жұмыс жасап, көрмеге сол жерден рамкілеп, апарып, ертесіне дайындап, көбін сол кісіден үйрендім. Осы Түркістан тақырыптарында жазған картиналардың көбісі сол Бабажанов Омар ағайымыздың жұмыстарынан жаңағыдай үйреніп, содан мына жерін кеп былай өзгертсең болады, соның өзі суретімізге өң беріп, кәдімгідей көп нәрсе үйрендік сол кісілерден де. Енді суретпен математика тығыз байланысты дегенге оны қосылам, есептеп саламыз бұнда. Мысалға бір затты карандашпен қолымызды созып, өлшеп, карандаштың қай жеріне дейін сол зат сыйды, соны біздің форматымызға көбейтеміз, сонда есептеледі. Барлық затты солай, мысалы 4 өлшеме өлшедік қойып, 2 өлшеме өлшесек те, қалған заттың бәрін солай өлшеп шығамыз сол өлшеме, сонда точно сол сурет шыға қояды. Сосын бір тор көзге салатын сурет бар, клеткеге салып, соның бәрі есеп, мысалға. Екеуі байланысы бар математикамен. Әрбір іс-шараның логотипі мен дизайндық сипаты, оның қолтаңбасы, өзі мен шәкірттерінің қолынан шыққан өнер туындылары, қаланың көркі. Өмірінен мән тауып, мақсатты өмір сүруге бағытталған адамдарды табуға, тануға, Абай айтқандай міндеттіміз. Түркістан тақырыбы әлі көп жұмыс бар. Күнде көркейіп жатыр Түркістан. Жақында бір жұмысым шықты, түрленген Түркістан деген. Екі жұмыс болды. Біріншісі түрленген Түркістан тақырыбында салдым, одан жаңа Түркістан деп салдым. Қазір бір-бірінен өткен ғимараттар түсіп жатыр, көтеріліп келе жатыр, қала көркейіп келе жатыр. Соның бәрін абстракциялық тұрғыда бір картинам шықты. Жеке көрме ойымда бар. Картиналарымда жасақталып, дайындалып қалды. Бір 10-15 шақты картина болса, енді барын жинастырып қосып, жақсы бір көрме өткізсем деген ойым бар. Негізі біз суретіміз салға біткен кезде егесі дайын тұрады да. Сосын қанша сатпаймын десең де, мысалы сатып береміз. Қымбат айтып қоямын кәдімгідей. Осы сатылмай жиналса екен картиналарым бір көрме түсейін деймін ғой. Енді қиылып тұратындар да болады. Тез керек болып тұр осындай. Қанша болса да аламыз дегендей. Сонымен қазір бір 2-3 картинам бар енді. Былайша кішкентай картиналар да бар. Акварельмен де сала беремін, былайша карандашпен де жаңа графикалық жұмыстарым көп. Енді майлы бояуда енді бір 10 шақты картинам бар енді. Енді 10 картинамен көрме қоя алмаймыз ғой. Тағы бір 15-20 картина жазып, жаңағы бар кішігірім барлығын қоссақ, бір көрмеге дайын жұмыстарым бар. Ол қазақ хандығының 550 жылдығына арналған іс-шарада қазақ хандары мен билері және панорамалық картинасын жасауда белсене жұмыс атқарды. Орбұлақ шайқасы, қыз ұзату дәстүрі, қазақ даласындағы аң аулау көрінісі, алтын адамның көкпар тамашалау сәті атты картиналар мен көптеген кескіндемелік шығармашылық жұмыстардың авторы, бейнелеу өнері кафедрасының аға оқытушысы Мұрат Шаханбай елдің мақтанышы. Негізі балалар бірінші үйреткен кезде пропорциядан көп қиналып жатады. Кейін келе үйреніп жатады ғой. Портрет күрделі бұл жерде, адамны бейнелеп шығу. Әр өз жанрдың өзінің бір қиыншылығы да болады. Терең түсініп, оны қызығып, беріліп, мысалға оқып, үйренсе, оның бәрі жеңіп шығып, кәдімгідей жақсы жұмыстар жазуға мүмкіншілік бар. Оқушыларға келетін болсақ, қазір енді оқушылармен жұмыс жасап жатқаныма бір 4-5 айдың көлемі болды ғой. Жақсы талантты балдар келіп жатыр. Арасында енді 2-3 ай келіп қатысып, жаңа көріп өзін суретке қалай екенім бар ма екен, ата-ананың өзі деп келеді да, осы қалай болады екен, осындай өнерге өзім қызығам деп баласын да соған қызықтырып әкеліп жатады. Ата-аналар
Енді балдарын ойлайды бірінші, баласының өскенін, көркем болып, әдемі дүниелерге қызығып өссін деп алып келіп жатады. Саламайтын мүлдем хабар жоқ балдар келді маған. Қазір солар бір-біріне үйретіп, үйреніп кеткен балдар бар, қыздар бар. Арасында енді оқып келгендер де бар, бір сурет мектебін оқып келгендер бар. Осы жерге келіп, одан сайын дамытатын болдым ғой, мен деген керемет жер деп қуанып, қазір ертеңде келсем бола ма, ары күнде келсем бола ма, сабақ күнде бола берсе деп жүрген балдар бар, талантты балдар өте көп. Студенттерім де өте білімді, биыл бірінші курсқа түскендер онлайн болса да көрме жасады. Үйінде жатып, жазып жұмыстарды, енді онлайн болса да біз кәдімгідей зоммен сабақ өттік қой. Сол жерде көп жұмыс жасаған балдар бар. Кәдімгідей жоба жасаттым. Жобалары енді керемет шықты. Әрқалай тақырып берем ғой енді, бір композициялық тақырыптар. Сонда бір жақсы жұмыстар келді. Қазір өткенде бірінші курстардың есеп көрмесі деп, жаңағыдай онлайн болса да бір көрмені қойып кетті, бір күн келіп, бәрін жасақтап. Құндылықтар өзгермей, әлем өзгермейтінін басымыздан өтіп жатқан жағдайлар түсіндірді. Адал еңбек пен адамгершілік қалыпты культ деңгейіне көтерілмей, көп нәрседен ұтыларымызды ұғындық. Аз ғана шығармашылық портретін жасаған мұраттай жандардың еңбегін елеу, бағалаудың, өзгелерге үлгі етудің моральдық жөні бөлек. 2009-дан бастап университетте студенттерге сабақ бердім. Көбісі қазір мектепте мұғалім, Алматыда жетістікке көп жетіп жатқандар бар. Жетекші деп мен жазып, диплом кеп атады, құрмет грамотасы кеп атады. Енді сол жетістіктер деп ойлаймын. Бейнелеу өнері бір жылдары бәрі компьютер бір шықты дағыны, баннер болып кетті, сөйтіп көп ауып кетті ғой. Қазір енді оның бейнелеу өнерінің құндылықтарын түсініп келе жатыр. Сұраныста бір айтып жатырмын ғой, жаңа картинамыз біткен кезде егесі дайын тұрады деп. Ол енді жақсы шыққан жұмыс, сапалы шыққан жұмыс қазір сұранысты емес деп айта алмаймын. Менің жинайтын картиналарым уже жаңағыдай ғой, сатылып кетіп жатады. Енді сол сұранысты деп ойлаймын. Қазір енді қарапайым нәрсені тұтынғысы келмейді, халықта көз ашық барлығын, бәрін біледі. Қолөнер жұмыстарын алғысы келеді. Кішкентай болса да сыйлыққа болсын, өзіне болсын, үйіне болсын, қолдан жасалған ағаш бұйымдары болсын, құмыра болсын, сурет болсын, қазір барлығы сол қолөнер жұмыстарына көп сұранысты деп айта аламын. Компьютермен суреттің байланысы дегенде дизайнер болып шығаласты, суретші дизайнер болып та кете береді. Компьютермен мысалы тығыз байланысты екеуін біріктірген кезде дизайнер болып кете береді. Суретші дизайнер болуға негізі екеуі жақын ғой, қарап тұрсаңыз. Жаңа өзіңнің жұмысыңды қалай жарнамалау керек екенін білесіз да. Мен сонда студенттеріме көп нәрсе соны айтып отыратын. Жақсылап тұрып, мысалы қандай да бір жұмыс болса, оны көркемдеп, жаңа сапалы көрсетудің де тәсілі болу керек қой, мысалға жарнамалау. Міндетті түрде оны компьютермен жаңағыдай баннеріміз бар, айтып жатырмыз. Соған сол жұмысты кіргізіп, өң беріп, мысалға өзіңнің брендіңді қалыптастыруға жаңа логотип керек, мысалға соның бәрін компьютер графикада біріншіден оны логотипті де суретін салып аламыз ғой. Одан кейін барып жаңа компьютермен эффектілер беріп, жақсы бір ол жұмыстарда шығаруға болады. Әжетай, әулетіміздің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған асыл жан өзіңізсіз. Беліңіз қайысқанша еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мейіріміңізді төге жүріп, күтіп баптап өсірген ұл қыздарыңыз өркен жайып, бүгінде бір-бір шаңырақты құрап өсіп өнді. Сол үшін ұрпақтарыңыз сізге мәңгі қарыздар. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді.
Әже, туған күніңізбен мен сізді қатты жақсы көрем. Өйстіп 100 жасай беріңіз. Бәріміз сізді жақсы көреміз. Маған осындай әке туып бергеніңізге рахмет. Балам негізі балдардың ішінде ерекше болды. Өз талантты болды. Кішкентайынан осы оқып жүргенде ме сурет салды. Жаңа сыртынан салады о кезде. Балдардың жүрген несіне таланты болды. Таланты бар да, сурет салады. Сосын бәр жағына икемді болды енді. Сөйтіп жүріп, онды бітірді, институт осыяқ кетті оқыды. Сөйтіп жүргенде өз ілімімен, өзінің білімінен оқуды бітіріп шықты ғой. Сөйтіп жүріп, еңбегін қазір жеп жатыр. Бәр жағына икемді болды енді. Құндылықтар өзгерген жаһандану заманында менің кейіпкерім кейбір өлшемдерге сай болмауы мүмкін. Қызмет қуып, қымбат көлік мініп, зәулім үй салу сияқты өзіміз қолдан жасаған табысты адамның тұлғасына келмесе де, осы айтқандардың барлығының қарапайым түріне адал еңбегімен жеткен жанның бейнесі деп бағалаймыз. Онда бәрі бар. Отбасы, сүйікті кәсібі, өз қолымен, маңдай терімен тұрғызған баспанасы, батагөй анасы, бақытының шырақшылары. 3 қыз, 1 ұлым бар. Ұлым кішкентай, әлі 3 жаста. Қыздарым жарысып марапат алып атамыз. Өткенде бір марапат алып үйге барып атырмын ғой. Сөйтіп кіресі бәрі жүгіріп шығып қарсы алып атыр ғой. Не әкелдің деп. Сендерден қаланба деп, мен де үй алып өлетін болмой деп атырмын ғой. Мен де бір диплом алып келдім десем. Сонымен тілек айтып атыр ғой үлкен қызым. Көке енді алдағы уақытта мен сияқты диплом көп ала беріңіз дейді да өзіне. Мен айтып күліп атырмын ғой. Анашым қуанады, әрдайым марапат алып барсам үйге. Сол анашымның ақ батасы деп ойлап, күнде батасын беріп отырады. Шығып бара жатқан кезде жолың болсын деп. Өнердің мәні ғаламға сауал тастауда және онымен диалог құруда. Мен кіммін? Бұл әлемге не үшін келдім? Менің жаным нені қалайды деген сұрақтарға жауап іздейміз және жаңа көкжиектерді ашатын көптеген сұрақтар қоямыз. Бұл біздің дара жолымыз және оны Микеланджелоның туындыларынан еш кем түспейтін керемет шедеврге айналдыруымыз керек. Өнерге әркімнің ақ бар таласы. Біз бүгін суретші Мұрат Шаханбайдың жан сарайына бірге үңілдік. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.